Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің чемпионы. Екінші республикалық Жайдарман фестивалінде оңтүстік жаңғырығы номинациясының егері. Және де оның қазіргі құрамы бұрынғы атақты атышулы қазақша КВН-нің майталмандары, Серлер КВН командасының ойыншылары, Техас КВН командасы. Және де Техас КВН командасының қарсыластарын ортаға шақырамын. 2002 жылы республикалық мектеп аралық КВН ойындарының чемпионы, 2003 жылы республикалық бірінші лига чемпионы, республикалық Елорда 2003 фестивалінің бас жүлдесінің егері, республикалық Бекет Ата 2004 фестивалінде бас жүлдені иеленген, сонымен қатар республикалық Батыс Қазақстан кубогының егері, Қожа Ахмет Яссауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетінің көз тимесін КВН командасы. Ал енді, құрметті достар және де командалар, жалпы тақырыпқа келетін болсақ, бүгінгі ойынымыздың, жолдастық кездесуіміздің жалпы тақырыбы жігіттер күлкі арзан, әзіл қымбат. Ендеше құрметті командалар, дайындалуға рұқсат. Ал ендеше құрметті достар, әдеттегідей бірінші сайысымызға көшеміз. 10 минут уақыт беріледі. Ең бірінші болып ортаға Мұхтар Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан мемлекеттік университетінің Техас КВН командасы шақырылады. Техас КВН командасы. Everybody Техас, алға 1, 2, 3, 4, сәлем сұлу қыздарға, Техастан сәлем, жалынды сәлем. Көрермен қарашы, біздерге қуана, әзілді айтамыз, сіздерге шаттана, шымқала, көрікті қала, жайнай берші, әсем қала. Жастардың қаласы, әрдайым жасасын, жалынды жастардың өнерін қолдасын. Шымқала, көрікті қала, жайнай бер, болашақ Астана. Everybody Техас, алға 1, 2, 3, 4, сәлем сұлу қыздарға, Техастан сәлем, жалынды сәлем. Иә, жігіттер, қараңдаршы, бүгін кереметтей КВН-ге кереметтей қыздар жиналыпты. Иә, неткен сұлу, неткен көрікті. Мысалға мына бір қарындасымыз бүгін шашын өлтіріп кепті. Алмаз ол орыс қыз ғой, сен оған орысша айтуың керек. Қалай? Мысалға былай. О, девушка, прическу на смерть увела, да? Жігіттер, мен өмірге қапа болдым. Не болды? Не болды? Мен көрген жұрттың бәрі дарып сатады деп мазақтай береді. Достарым да, қыздар да, балдар да, үйдегілер де мазақтайды ғой. Ана дарып сататын бала емес па? Ана дарып сататын емес па? Ана бала Яңғы шағырдағы дарып сататын бала ғой дейді. Абзал не істеймін еді, маған бірдеңе деші. Март, жаман кекете ма? Бәрі кекетеді. Енді сен қауын сат. Құрметті ағайын, Гүлнар Құрманбековаға дауыс берейік. Ауылдағы жеңгесі мен қайнысының әңгімесі. Жеңгешка, не дай себе засохнуть. Қайным, не тормози снегерсни. Өздеріңізге белгілі, Қазақстанда бір жігітке 7 қыздан келеді.
Бірақ сіздер қыздар қорықпаңыздар. Бізде жаңа ипотекалық кредит жүйесі ашылды. Оның аты Ипотека күйеу бала. Иә, егерде сіздер бізден бір жігітті бір жылға кредитке алып, сол жігіттен бір жылдың ішінде бір бала тусаңыз, онда сіздің кредитіңіз 15%-ға қысқарады. Ағай, ал менде осы тұрған жерімде нақаду сходу да жылына 5 бала туып жүрсем не болады? Құдағи, онда сіздің ипотека күйеу балаңыз қояндарский депозитке айналып кету. Фотомодель тек қана қыздар бола ма десек, иттер де болады екен. Сонымен қарсы алыңыз фотомодель ит. Шер. Қазір екеуміз бар ғой, фотомодель ит 2004 деген журналға түсеміз, мақұл ма? Сен әдемі болып түс, мақұл ма, Шәрик? Ай, молодец, Шәрик. Сен ше не қоям? Әдемі болып түс, да қойма? Кеттік бірінші кадр. Шәрик, әдемі болып түс, Шәрик. Шәрик, молодец. Мади, айтшы осы, неге адамның қай мүшесі ауырса да, қол ауыра ма, бас ауыра ма, іш ауыра ма, уколды әкеп жамбасқа салады. Ол байғұстың не жазығы бар? Енді Алма, сен өзің түсінсей, ол өзі ақ көңіл, пәк сезімді, махаббатқа адал, өмірге деген көзқарасы өзгеше. Ешкімге арам ой жоқ, ақ бейілді адал жан. Енді соған заманда кімге салады енді? Депутаттыққа кандидат ағамыздың сайлау алдындағы бағдарламасы. Құрметті халайық, егерде сіздер маған дауыс беріп, мен депутат болатын болсам, онда мен халқым үшін еңбек етем. Халқым үшін аянбай тер төгіп, тер төгіп, халқым үшін, тек қана халқым үшін еңбек етем. Бар күш-жігерімді, талабымды халқым үшін арнаймын. Мынау жастар проблемалары, білім, және Қазақстанда экология мәселелері ушып, солардың бәріне шешуге ат салсам, жалпы анау халқым үшін еңбек етем. Мәге кешіңіз, ана бұдан келетін айтыңыз. Білім мәселесі. Жалпы осы біздің КВН-ға, Жайдарманға қаншама халық келеді. Бірақ кейбір қыздар біздің КВН-ді менсінбейді. Ол қандай қыздар? Енді Алма, түсінсей, ол қыздар ақ көңіл, пәк сезімді, махаббатқа адал, өмірге деген көзқарасы өзгеше, ешкімге арам ой жоқ.